Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен картоп пен куркума қосылған нанның рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен піскен картоп, ұн, бөлме температурасындағы сүт пен су, тұз, куркума, сұйық май және ашытқы керек. Ең алдымен піскен картопты езіп аламыз. Сіздерде блендер болатын болса, блендермен езсеңіздер жақсы болады. Одан кейін ыдысымызға бөлме температурасындағы сүт, су және тұзды қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін сұйық маймен ашытқымызды қосып, тағы араластырып аламыз. Куркуманы қосып араластырамыз. Соңында ұн мен езілген картопты қосып, жұмсақ қамыр етеміз. Қамырымыз осылай болып шығуы керек. Одан кейін қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 20-25 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды астына біраз ұн сеуіп, ыдысымыздан түсіріп аламыз. Өзіміз қалаған пішінге келтіріп, пергамент төселген қағазға орналастырып, бетін жауып, 20-25 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін үстін пышақтың көмегімен тіліп шығамыз видеодағыдай. Жұмыртқаны араластырып жағамыз, одан кейін үстіне күнжіт пен мак сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.